Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода жеміс-жидектерді әдемі етіп турап, сәндеп қоюдың түрімен бөлісетін боламын. Ең алдымен видеоларымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, және де видеоларыма қолдау ретінде лайк басуларыңызды сұраймын. Бірінші апельсинімізді алып, видеодағыдай дөңгелектеп турап шығамыз. Әдемі тақтамызға немесе дөңгелек тарелкамызға тураған апельсинімізді видеодағыдай жан-жағына орналастырып шығамыз. Одан кейін ортасына жидектердің голубиканы орналастырып шықтым. Егер сізде голубика болмаса немесе таба алмасаңыз, қара жүзімді қолдансаңыз болады. Ол да бір ерекшеленіп, сән беріп тұрады. Және де ең соңында ортасына малиналарды орналастырып шықтым. Малина болмаса құлпынайды қолдансаңыз болады. Және де видеода байқап отырғандарыңыздай, жеміс-жидектеріңізге сән беру үшін түрлі жидектер қолдандым. Мысалға, ежевика, клюква және де мяталарды қолданып шықтым, және де жан-жақтарына осылай видеодағыдай әдемі етіп орналастырып шықтым. Және де бұндай үлгідегі жеміс-жидектер дастарханымыздың сәнін келтіріп, қонақтарыңызды таң қалдыратынына күмәнім жоқ. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сізге бұл видео ұнаса, лайк басып, видеоны жоғалтпас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және де қолдау ретінде бұл видеоны достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Сіздерге сәттілік тілеймін.